Бүгін сіздермен балаларыңыз сүйіп жейтін керемет әрі жұмсақ шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қант саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Осылай видеодағыдай 2 есе көтерілгенше дейін миксерлейміз. Үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құямыз, араластырамыз. Үстіне ұнымызды, какаомызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша дейін миксерлейміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Формадан суығаннан кейін барып шығарамыз. Пирогымыздың піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен білсеңіз болады. Егер пирогымыз толық піскен болса, таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Үстіне шоколад ертіп жағамыз. Қалауыңыз бойынша кез келген жаңғақтармен бетін сәндесеңіз болады. Егер сіздерге менің каналым ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет.